5 сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер сол жауаптарды дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Берілген сурет арқылы мәтіннің мазмұнын болжай аламын. Мәтіннен күрделі мүшелерді табуды үйренемін. Суреттерде не бейнеленген, ол қай қалада орналасқан, сұрақтарына берген жауабыңның дұрыстығын дәлелде. Суреттерде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі берілген және ондағы тайқазанды бейнелеген. 13-ші тапсырма, мәтінді мұқият тыңда. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі көне сәулет ескерткіштерінің бірі. Ол бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. Кесенені салуға әмір Темір бұйрық берген. Кесененің қабырғалары биік, үлкен шаршы бөлме. Оның ортасында үлкен тайқазан бар. Тайқазан бірлік пен қонақжайлылық белгісі. Оның диаметрі 2 метрден асады. Салмағы 2 тонна. Мәтіннің алғашқы 3 сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөйлем мүшелерін қайсысы дара, қайсысы күрделі екенін анықта. Мәтіндегі 3-ші алғашқы сөйлем Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі көне сәулет ескерткіштерінің бірі. Бұл бізде күрделі. Екінші сөйлем, ол бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. Бұл бізде дара. Кесенені салуға әмір Темір бұйрық берген. Бұл бізде дара. 14-ші тапсырма, төмендегі графикалық модельді басшылыққа алып, ішіндегі күрделі мүшесі бар сөйлем құра. Таңертең ақ киім киіп, сөмкесін алып, Ерланның қызы мектепке барды. Бұл бізде күрделі мүше. 15-ші тапсырма, дара және күрделі мүшелерді соларға сай келетіндей сөйлемдермен сәйкестендір. Дара мүше, бала орманға барды. Орман желмен тербеледі. Күрделі мүше, болат қағаздан кеме жасады. Көшеттерді суғаруға 11 бала бөлінді. Қызыл ала көбелек гүлге қонды. Шығармашылық үзіліс. Суреттерге қара, қайсысы табиғи мұраға, қайсысы мәдени мұраға жатады. Біздегі табиғи мұраға жататын 2-ші сурет пен 3-ші сурет. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасына Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі, таңбалы тас петроглифтері, Сарыарқа даласы мен солтүстік Қазақстан көлдері, Жібек жолы мен Батыс Тянь-Шань таулары енді. Дереккөздерден бүкіл әлемдік мұра нысаны болып табылатын Қазақстанның тарихи ескерткіштері туралы ақпарат тауып, тізімін жаса. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Тапсырма сендерге түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Сендерге пайдалы видеоларды тағы да шығаратын боламын. Және де түсініксіз тапсырмаларың болса, комментарияға жазып кетулеріңе болады.